ішіңдегі белі ойнайма. Не деген көргем едің бай. Бұл жолы ерекшесің ойбай. Жақсы болып тұр ғой деймін, иә. Қазір кішкене дұрыстап жүрейін. Жақсы ма? Жарық бола ма? Бай. Бай. Бәріңізге сәлем, құрметті менің Twitch көрермендерім, тыңдармандарым. Баршаңызға сәлем, қайырлы кеш. Қалайсыздар? Бүгін кішкене кеш кіріп отырған себебім, бүгін жұмыстан келдім, жаңа шаруаларым бәрін реттеп, негізі кірмеймін ба деп ойлағам, бірақ үйге келіп кіру керек деп шештім. Әлі удлинитель жоқ па үйде? Бар тауып берем оға. Сәл жетпей жатыр мұны. Сәл жетпей жатыр да мынау. Мына жерге ма мына жаққа қойып қойайын деген ғой. Үш удлинитель бар ғой. Қойшы, ұзындау берсең. Ал. Біздің үйдегі адамдар уже біздің үйдегілер ұйықтайын деп жатыр, сол үшін жайырақ сөйлесем. Айып етпейсіздер. Біздің 35 мың болған оқырман болғанымызбен баршамызды құттықтаймын, құтты болсын. Twitch'та біз 35 мың болдық. Бұл деген өте жақсы көрсеткіш менің ойымша. Біреуге аз болуы мүмкін. Охо, мынау свет жанбай қалған ба, или бұл отдельный жана ма? Түсінбей жатырмын мен соны. Бұл менің алдында Twitch істеген үйім. Өзі бір-ақ үй бар. Ой. Светті аямапты да мына үйден, әкеміз электрик қуат төлеп жатыр ғой, тегін ғой. Тықшы. Бәсе. Соны сразу айттым ғой, жаңа айттым ше соны. Ойбай, домашний болып тұрған жоқпыз ба слишком? Мынаны қатарға алып кетейінші мынауымды да. Иә? О, міне осылай тұра берсе де болады екен ғой. Охо, былай да болады екен. Қостың ба, болды ма, жете ма? Иә? Созам десеңіз әлі. Сен телефонын берсек, сені көрсетейін де тоқта. Кән, амандасып қойсай бәрін. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, Twitch көрер қауым? Иә, дұрыс. Жамағат. Болды. Қаны көріп жүрейік. Қазір бірге әңгіме, дүкен. Алып жүре берсеңші осыны істеді. Общение, печенье жасап тастайық. Былай қарап отқаным дұрыс ол мен. Осылай да тұрсек. Әңгіме айтамыз. Кешкі әңгіме үйде жақсы кетеді. Мен үйде жүрсем негізі жақсы балам. Үйдегілер мені жақсы бала деп ойлайды. Тәртіпті деп. Мен ол студияда ғана кішкене андаймын да. Атак үйде нормальный балам. Сол үшін қазір мама келіп бірдеңе деп қалса, анау-мынауларды айтып қойып жүрмеңдер кешегі. Әйел мен еркек табиғат айтып таралып кетті, ұят болады да. Үйдегілер мен үйде осындай балам ба? Мама, тамақ ішемін. Не деп отыр? Біліп қойып жүрмесін. Светтерді өшіріп көрші. Что-то қарайып кеттім. Өшір. Бәрін өшірші. Осау. Ананды өшірші. Мынанды ма? Мынай, бұлайық кайф емес па? Или өш емес па? Әдемі? Әдемі көрініп тұр ғой қарсашын. Ұйқы болып тұр ғой. Мен бетіме қаншада мадыр келістік па чат? Қазір мен үйде жақсы балам, мен үйде шынымен жақсы бала деп ойлайды. Жақсы шынымен ше. Сондай анау-мынау айтып қойып жүрмеңдер. Сағдар кеше бүйттің ғой, анау-мына деп ше. Шашым тез майдаланады дейсің, ұстай бересің дейді. Енді қарсаймын, бүйтіп тұр, өз үст міне. Укладка жасамасам осылай тұрып қалады. Мынау не? Байдың байларға сияқты болып қалдым ба? Міне. Мынау әдемі ғой, міне қарсы. Мен, короче, шашыма саяның абадауын үстіп тағып жүретін үйде жүрген кезде. Бірақ кеше тұрдым да оны қатты ашып жібергем ғой. Пақ етіп сынып кетті. Бірақ үйде тағы біреуі бар. Маған берген ғой, сен таға бер деп. Если что, соны тағып келейін. Че там? Чатты оқып жіберейінші мен. Міне,
кешегінің орнына бүгін достойный стрим. Пожалуйста. Бүгін достойный стрим болып жатыр. Пожалуйста. Мен негізі студияда жағдайым болмайды ше. Студияда жүремін ғой, жағдайым болмайды. Өйткені ыстық тамақ жоқ. Енді қанша дегенмен андай ғой жүр. Қалай түсіндірсем болады. Жұмыс орнында ғой жүр. Ал үйде міне мен таза жүремін, еркін жүремін. Ал ол жақта мен онша емес болып жүре беремін да, короче. Ол жақ, видите, атмосфера басқаша да болып жүр. Ештеңе? Мынаны көре беріңізші, мен телефон Охо, 1000 адам отыр екен. Твичтағы менің 1000 көрерменіме ассалаумағалейкум деп жалынды сәлем жолдаймын. Мынау свет нормально болып тұр ма? Если что, бұл үйде светтен проблема жоқ. Ал студия ол қараңғы, мен специально бүкіл светті алдырып тастағам. Ал бұл үйде светтен проблема жоқ, если что. Мен, короче, сендерге қазір көрсете алмаймын, бірақ күшті приборлар сатып алғам. Петличкамен де кірсем болады еді, бірақ осылай кішкене домашний вайп болып тұр ғой дедім да. Қалай? Жақсы емес па? Кешегі орнына, ал кешегі жазып атқан хейтерлер қайдасыңдар? Эфир емес кефир, уют емес қоют деп атқандар қайдасыңдар? Не уют керек мынадан басқа? Не уют керек мынадан басқа? Хейтерлар, біз көтеріліп кеттік, пристегнитесь, взлетаем. Взлетаем. Кеше мені қолдаған жаным әшейін. Боталарым. Кеше мені қолдады. Стримде отқан кезде айтты, ничего, нормально деп жазған адамдар. Пристегнитесь, мы взлетаем, срочно. Истребительмен кетіп бара жатыр. Срочно киіңдер. Мен асып кеткенмін ба? Асып кеткенмін ба? Или қалай? Таны, Гүлбаным. Тоқтаңдар. Что-то бірдеңе дұрыс емес болып тұр ғой. Асып кеткенмін ба? Или на футболку сондай ма өзі? На футболку бір жырт киіп жатырмын. Кеше кидім да, обратно шешіп болған бұл. Цветі келмейтін болған. Үйге киіп алдым. Жақсы емес па? Если что, хейтерлар, что там? Сөйлемей қапсыңдар ғой, жазсаңдар. Анау эфир куют деп отқан адамдар. Үндерің шықпай қапты ғой. Маған айтады да, сен эфирің стендап қой дейді да. Ой, менің атымды стендап деп қойғысы келген ғой деймін да. Вообще менің атымды стендап деп қойғысы келген. Мен мектепте деген осындай бала едім ғой мен. Үстейіп! Апай. Мен мұрты машин көріп тұрған яқта, я. До того качества, да? Шүкір, топ. Өзіме өтіп отыр. Общение пить, міне. Арсенал мен Қайратты қарайсың ба дейді. Ол бүгін бола ма? Зейін спит па дейді. Зейін пока. Организмнің ішіне. Жоқ, забыли, короче. Ондай айтпаңдаршы. Неге сендер мені андай қыласыңдар? Өздерің сұрайсыңдар ғой сондай нәрсе, айтшы бізге деп ше. Айтпасаңдаршы әлі ондай нәрсені. Өздерің сұранасыңдар да сендерге ұнайды да мені сөйтіп булит еткенше. Ау деп. Неге өйтесіңдер? Үйде ешті бәрі жай ұйықтауға дайындалып жатыр ше. Мен мына жақта не болып жатыр біздің балаға деп жатқан жер. Сая кірмей ма дейді. Жоқ, Сая. Сабақ орындақта жамай ұйықтаймын. Өз-өзіңе риза болып отырсың ба дейді. Я, доказать етіп тастадым да хейтерлар. Дейді арт жақтарға сыйлықтарға обзор жасашы дейді. Давай жасайын. Бірақ мына жерде менің полный заттарым емес. Короче, мына жерге сыймайды оның бәрі. Бір-екі наградалар бар. Артыңдағы кім дейді. Ондай нәрселермен қорқытпай-ақ қойыңдаршы мені хейтерлар. Мен үйден сүре оқып алғам, қорықпаймын.
сүре оқып алғам аятыл курси жетіреді. Есішті қорықпай ақ қойыңдар сондай нәрсе. Братишка да бар жанында. Мына көрсетіп жіберейін сендерге. Біздің үйде не бар өзі? Біздің үйде түк жоқ. Уху. Осындай. Қарапайым. Короче, деп анау. Бірдеңелер ғой. Қазір көрсетейінші не бар өзі. Осындай. Музей, не ғой, музей деп ғой. Подарктар. Мынау баяғыда мына жерде стрим істеген едім соны. Мен мынау маған сыйлыққа берген заттар. Короче, мына жаққа сыймайды, студияма да қойып қойдым. Басқа жақта да тұрады. Ей, ойыншықтарым ғой мен. Есіштім. Міне. Ант дейді. Мынаны QR кодпен істесең, не береді? Мынау Садрадин дейді. Садрадин номер 1 стример в Казахстане деп қойыпты ғой. База жоқ. Мынау менің нем ғой, медалім ғой міне. Маған. Дарын оқылып тұр ма? Дарын мемлекеттік сыйлығы деп тұр ғой. И что мен ойлап қалмаңдар. Мен кәдімгі органдағы адаммын ғой. Органда жүрген адаммын. Мына жерде менің тиктогым бар ғой түсірген. Шын айтам ғашықпын көзіңнің қарасына, көзіңнің қарасына. Что ана медалімді киіп ұйықтайыншы бұл. Осы медалімді киіп ұйықтайыншы. Дарынды адаммен ұйықтап жатқанын білсін да үйдегілер. Қайтып ашады, қой көрмеген қуып жүріп өлдіреді демекші. Баяғыда әжем айтып жүреді. Тоқтан. Міне. Кәдімгі футболға ілсем тезіліп қалам ғой. Жүрегім тұсына қадап қойын. Жотам қайтарлар. Дарын сыйлығы есішті. Көкіректе ғой, жүрегіме жағын жерде тұрсын деп, махаббатсыз бұл өмірде кім сүрмек. Дальше обзор. Так, не бар өз тағы. Охо. Алғыс хат дейді. Қызылжар Music Fest. Мына білесіңдер ме, тиктокта маған беріп еді ғой. Сол ғой. Тұрып қалдым ғой сен. Прикол ұстап тастадыңдар. Мынау. Так. Мынау қызық премия 2023-те. Үздік хит па солындай номинация берді. Ал алдыңғы жыл қызық премияда маған үлкен мынандай не берген еді білесіздер ме, қызық премияның. Вообще ондай болмаған саған береміз деді олар. Мақұл дедім. Осындай адаммен бірдей. Оны өзім үйге сыймай жатыр. Адам қылып айтып әкеліп қоямын дедім да. Саяқта тұра берсін дедім ғой пока. Үшті ол да бар деп атқанмын. Мынау мен салған. Мынау мен кітаптарым. Күнде кітап оқимын. Ұялмай өтірік айтатын болып болмын. Так. Вот, ол қазақстанский артист кода Садрадин дейді. Тикитона дейді. Рахмет. Рахмет деп қоядым ше, айтып қойдым ғой рахмет. История номинация мына дарын сыйлығына бергені ғой қосып. Мен Forbes немгені айтпақшы журналым, ол студияда жатыр. Мына жақта міне осындай қасиетті кітаптар. Все, жоқ қойып кеттік. Бәрі шашылып жатыр, ешті мән бермейміз. Так, мен чат оқып жіберейін, кішкене. Чатты оқып жіберейін. Мынау сәл қараңғы болып тұрған сияқты жарық қылдырайыншы. Или құртам ба қазір кешегідей. Сәл жарық қылдырайыншы. Мә, 35-ке қойып. Мә, чотам. Күннен күн таң қалдырып жатырмын ба? Так, чатты оқып жіберейін онда мен, Так, қанша адам отыр, сабына бітет жүрекші.
рекордтық жүрмейік. Менің, короче, нем шықты ғой, Twitch'тағы 1 жылдық обзор. 1 жылда мен 14-ақ сағатқа кірген ғой. 8-ақ рет стримға кірген ғой. Ятай дедім ғой. Ят дедім ғой, короче, болмайды, срочно дұрыс ғой. Ұйықташып бізді ұйықтайық дейді. Жо, меселерді вообще түсінбейінше. Вообще түсінбеймін меселер. Біресе кір дейсіңдер да стримға. Жоқ, адам сияқты душқа түсіп, тап-таза болып, кіріп отырсақ, ұйықташы дейді. Әйел адам тапты. Вообще түсінбеймін. Не істеу керек сонда? Ерте кірді ай дейді. Медалін шешсе дейді. Бір тағайыншы өмірінде бірінші рет таптым. Сәл сезінейік та алғанымызды. Адам 11-де кіре ма енді дейді. Не істеймін енді? Так, банядағыдай отырсын дейді. Давай мен. Партнерка Twitch албасайды ол не? Так, шешіп қой, құртасын дейді. Қонаққа барғанда кезінде дейді. Жағай. Қарашын. Терлеп жатырмын ба, что-то. Футбол созылып біткен ба? Пайдайын ба? Катарға ертең барам берсе, ертең ұшам берсе. Құдай қаласа, не дейді? Қыз туылса атын кім деп қоясыз дейді. Қызық сұрақ. Оны ойламаппын. Оны ойламадым әлі. Әлі қайда жауап деп білмеймін. Посвайын тіл жұмыстармен кетіп қалды. Студияға обзор жаса дейді. Болды. Студияға қазір барамайым, бірақ ше. Сет ұстамай қалды. Wi-Fi-мен отыру керек ма? Ой, қатып қалды дейді. Ой, невозможно ғой. Сықтаматсыз ба? Қосайын ба? Кондер ма? Шей болмай ма? Жоқ, вентилятор ғой, кондер емес. Давай сен сұрақ айтып оқып отырсың. Ана тарыңды іліп қоя салсаң кім ауыратын? Кән? Тағалағысы. Ана ішіне сап қойшы. Құрып жел, короче. Кепке киіп алайын деп. Керек емес пе? Көрдіңіз бе? Шашым жасамасам қандай болып тұратын? Қандай корейс бағдар жақта қылма. Күнде рамен жейтінше. Түсіп тұрады шашым. Маған баяғыда ұзын шаш ұнаған негізі. Соңғы уақыт қысқа шаштарым. Көзіңізге түсіп жатыр ма? Бұзылып кетті ғой. Абалар алып келейін ба? Қарабасы бар. Или кепке киіп алайын ба? Айтты үзіліп бойын алып келейін. Розовый кепкаңыз берейін ба? Жоқ, розовый. Абылықты көрсе, абылықты алайық та кішкене. Қара ма? Современный бала екен деп ойлап қалсындар. Қазір чатта оқып жіберейін. Не айтып жатыр өзі? Бірдеңе мутить етіп жатқан сияқтысың ғой. 1000 адам отыр. Тема түнгі сағат 10-да. Жаным Әли деп отыр болса. Ойбай. Ағам көзін жетпендір, Жерсіз қана ма? Сен еттің бе? Мен ғой. Так, саған сұрақ. Маған ба? Мен қойыңшы саған сұрақ. Давай, мен әбден жауап беріп. Давай чатқа қызық сұрақ қойыңдар, Әлиге қандай сұрақ қойын? Сіздің қазір сөйлесіп жүрген ұнататын, сырттай ұнататын қызыңыз бар ма? Жоқ. Шынымен? Жоқ. Шынымен жоқ, Шынымен жоқ. Сен 24 сағат оқудасыз қазір, Е? Жақсы жауап. Ше оқудан кино көремін. Қандай кино көріп, солай общем, Болашаққа қандай жоспарларыңыз бар, не істегіңіз келеді осы жылыңызды айтып беріңізші мысалы.
үйленгім келеді деген сияқты главный событияларыңыздан. ойбай. Мен ба? Не событияларыңыз бар? Осы жылы Құдай қаласа английскийімді тағы да дамытсам деп отырмын. IELTS-ға тапсыруға. IELTS қанша алғыңыз келеді? Мен ба? 7-7.5 алғым келеді. Мен қазір тапсырсам, Құдайдың жәрдемімен 6-5 ала алатынмын. Деп ойлап тұрсыз. Иә. 7 алыңыз келеді. 7-5 алыңыз. 6 ма? 8 алсаңыз да болады. 7-6 ма дейсің. Ондай болмайды еді, 0,5 жүреді ол. 15 жүреді. Хотя бы соны үйреніп алу керек. Бойыңыз қанша дейді әлі? Бойма 180 бір бәле ғой. Сол бәріміз Сіздікімен примерно келе береді. сәл асады, иә? Может, сәл асады. Қой берші. Ұятсыз ба? Ештеңе. Тихо. Али бірдеңе сөйлесінші ағылшынша дейді. Өзің сөйлесіп көрші. How you been, guys? What's up? How's life? Ю? Короче, как дела деп айтып жатырмын ғой. Басқаша айтып жатсың. Как дела деп, иә. How are you деп емес, басқаша. Как дела? Как жизнь деп жатырмын. Дұрыс. Журфакты қашан бітіріп үлгергенсің Садыр дейді. Не ол? Садыр кішкентай болып қалдым ғой Алидің жанында дейді. Қай жағын айтып жатсыз? Дене бітімін айтып жатсыз ба? Мен асып кеткен ғой қазір. Вообще диетадамын ғой, тамақ жемеймін ғой. Кеше де көрдіңіз ғой. Тамақ жемеймін. Газировканы кеше іштім раменға стримдіға барған кезде. Асып кеткен, тамақ жемеймін. Тамақ жоқ. Тамақ аз жеп жүрмін да. Есть такое? Так. Детектор лжи деген бар ғой. Әли әдемі болып тұр дейді. Қашан әдемі? Так. Мен кеп тойдырайын дейді. Давай. Біз тек үйдің тамағын ішетін болып кеттік қазір. Бір екі қанша жыл болды уже? Біраз үйдің тамағын көп ішпей жүргенбіз. Қазір үйдің тамағын жеп жүрміз. Студияға да үйдің тамағын әкіп келеді. Соны жеймін. Көшенің тамағы кішкене. Құдай кесір қылмасын дейсің ғой. Неге азып жүрсің дейді. Азып жүргенде маған азуға емес денсаулығымды қалпына келтірейін деп қой. Кішкене вредный тамақ жемейін. Сондай. Алдындағыдай стримда бургер жеп отыру. Жоқ. Если что. Ондай. Короче, здоровый образы болады. Шашыңды аптасына неше рет жуамын дейді. Неше рет жуамын мен айтшы. Короче, аптасына 7 күн болса, сон біреуінде жумай қалады шығар, может быть, иә? Үйде болып қалсам, үйден шықпай қаламын кейін. Сол кезде ғана. Күнде қазанда жуыну керек. Басым атомен не істеп кетеді. Майлана беретін болып кетті да. Некомфортно болып кетті ма? Әли әнші болуға пландар бар ма дейді мысалы. Енді ма? Стремленияңыз бар ма әнші болуға, жоқ па? Неге болмасқа? Ашықсыз предложениелерге. Продюсерлерге ең жақсы неге барсың? Неге болмасқа? Жақсы предложение. Жақсы. Мынау кімнің телефоны? Сенікі ма ол? Бұл ма? Саяңк. Мама? Лондон қойып қойыпты ғой несін? Не? Али чоңгук болып тұрсың ғой дейді. Азори ма? Так. Дорама көресіз ба дейді. Дораманы алдында айттым ғой стримда. Мандарины дегенді қарадым, одан кейін ондай особо дорама, ондай дорама деген түсінбеймін. Бірақ андай көретін балдарға ұқсап тұрмын ғой, сосын айтып жатсыз ғой, түріме қарай. Түрім сондай балдарға келіп тұрғаннан кейін сұрап жатсыз ғой, біліп тұрмын ғой мен. Ұйықтадым дейді. Негізі ұйықтайық. Сәл отырайық та. Бірақ мен қызық болды. Үйде кіремін ғой.
Мандарины ма дейді. Иә, сол ғой мандарин. Дұрыс айтпадың ба? Когда жизнь предподносит. Әли өзіңізден ерте үйленемін десе жолыңызды бересіз ба дейді. Мен ондай нәрсе түсінбеймін, жол беру деген сияқты. Егер ол үйленемін десе өзі үйленеді. Мен ондай қарсы емес. Оның өзінің өмірі деген сияқты ғой. Өзінің пландары бар деген сияқты ғой. Садыр Әли екеуің едит қай қимылдар істеп жүріңіздер. Істеп жүрген. Бит қараймыз ба? Бүйтіп отқан жігіт адам. Оу, shit. Неде ананы дұрысты киім кигізген кезде қарайды ғой. Сол сияқты. Мен что-то не толып тұрмын ба? Сәл беріп жатсаңшы маңыз. Жоқ, нормально. Так. Америка болып тұр дейді. Әдемі болып тұр. Негізі үйден де кіре бересіз ау. Үйде жарық көп қой, студияда жарық ашық аз ғой. Киноға түскім келе ма дейді. Өкінішке орай менің білмеймін, енді көп адамның арманы ол. Бірақ мен сондай затты армандамаппын, киноға түскім келеді деген сияқты. Бірақ 1 жыл бұрын мен бір сериал қарадым. Өзім көпте сериал, кино қарамаған адаммын. Дэн Шакала деген сериал қарадым. Сол жердегі актер қатты көпте сөз айтпайды, бірақ оның харизмасын қарап отырдым да, неге мен бір қазір емес бір киноға түсу керек екен деп шештім. Бірақ ол арман болған жоқ, бірақ сол кезде ойланып қалдым. Неге деп, өйткені өзім до того сол актердің маған ойнаған играсы ұнады да, үйде сол сияқты жүргім келетіндей болып кеттім ғой мен. Серьезно жүреді жоқ, шынымен бір кездері серьезно болып кеттім, байқамадың ба? Қашан ну? 1 жыл болды, байқамадың ба? 1 жыл бұрын байқамадым. Оны точно сол кезде байқамадым. Серьезно болып кеттім, байқамадым. Сөйтіп ойладым да, жаңағыдай сөйлемейді, короче, сондай. Не дейді? Samsung отмена болды ма дейді. Неге? Жоқ, отмена болған жоқ. Samsungпен предложениеміз болып кетсе, бұйырса. В Катар на сколько дней? Если не ошибаюсь, где-то 3-4 дня или даже меньше. Өзім таң қаламын осындай нәрселер. Бүйтіп, серьезно қалдым. Матч басталды дейді ғой. Ей, сол бүгін еді ғой, походу мен 12:50 басталады дейді ғой. Арсенал қайрат қазір болады. Счет қанша болады деп ойлайсыз? Арсенал мен қайрат па? Так, Арсенал қазір менің білуімше, мен қазір көп футбол қарамаймын. Бірақ менің білуімше Арсенал қазір өзінің пиковый формасында. Қанша? Так, 2009-2011-12-ге дейін ба? Жоқ, даже 12-де Барса алды ма? Сол 2008-ден кейін мен Арсеналдың бір пиковый ойнаған байқаған жоқпын. Мен туылғаннан кейін ба? Жоқ, шынымен сол кездерде мен кішкентай кезде үйімдегілер қарап жататын. Қазір бірақ Арсенал, мне кажется, самый пиковый формасында. Енді осы соңғы уақыттағы. Бірақ соңғы уақыттан алатын болсақ чуть спад па, бірақ мысалы 2018-2020-ларда Арсенал вообще жоқ болып кеткен команда еді. Ойнай алмай қалған едім, бірақ қазір өте жақсы ойнайды. Сол себептен де өте қиын айту бір нақты. Терең аштыңыз оны сұрақты. Терең аштым, ә? Терең кіріп, зерттеп, бүйтіп, ашып. Өзін оғын бүйтіп кеттім. Счет сұраған сияқты. 5-0 деп айта салады адамға. Мен туылған жылдан бастап пиковый формада ұрып, олай қарай. Тереңнен аштыңыз ғой, назар ағып дейсің ба? Следование болды ғой, кәдімгі.
дұрыс айтып тұрмын ғой, мен жігіттер футбол қарайтын жігіттер болса мен қазір особо қарамаймын, бірақ мен дұрыс айтқан сияқтымын. Қанағаттандым ау, бірақ мына сұраққа, Иә. мына жауапқа. Сұрақ қойғым келмей ма? Қазір жоқ. Реал Барса дейді. Әрине, Хала Мадрид. Так. Қолдар дәуген ғой. Ой, камерада сөйтіп тұрады, көрсеңші. Камерада негізі өмірде кішкентай сияқты болып көрінеді. CS2 стрим бола ма дейді. Вот мен осы сұрақпен өзімде ойланып жүрген адаммын. Мысалы, мені көретін көп көрермендер ондай ойын жағына қызықпайды деп ойлаймын да мен өзім. Және де мен өзімде қатты қалай айтсам болады, ойынмен бірге ассоциироваться еткенімді қаламаймын өзімнің. Бірақ егер де адамдар вот жазып тұрды қазір, сол сияқты көптеген хаттар келетін болса, типа менің ойнағанымды көргісі келетін болса, мен кірем. Бірақ менің өзімнің қатты қалауым жоқ. Солай. Новый қыр деп дұрыс қойып жүрме. Тағы қандай сұрақтар бар? Бетіңе қандай уход жағасың сатыр? Вот осы сұраққа да тереңнен жауап беріп кетсем, мен былай жауап берейін оған. Бір жыл бұрын, жоқ бір жыл бұрын емес, так қашан? Даже 2 жыл бұрын стадион концерт қанша еді? 2024 сентябрь 15. Бір жарым. Ұйқы келді. Сол кезде мен концерт біткеннен кейін бетімнің состояниесі ұнамай кетті өзіме. Ұнамағанда қалай средний едім. Средний болғанда андай жылтырап тұрсыншы деп ойладым да мен. Өйткені бір досым солай істеді да, маған да ұнап қалды. Сол врачқа мені жібереді. Мен ол барам дәрігерге айтамын, не істеу керек деймін. Ол кісі маған айтады, акникутан деген зат ішу керек дейді. Оның бәрін не үшін айтып отырмын қазір сіздерге айтамын. Акникутан деген зат, қателеспесем, өте ауыр препарат екен. Ол, короче, сен кожаң бәрін сушить тастайды. Ол кожаң сушить етілген кезде, короче, көп не болмай қалады денеңде. И белің ауыратын болады. Короче, қытырлайды, мұрның қанайды күнде азанда. Бір плюс болса, бір жаман көп минус болады. Капиллярлары не істеп кетеді. Оны жарты жыл ма, 1 жыл ма ішеді маған. Ол препаратты мен 2 ай ма іштім ғой, 1,5 ай ма. Сөйтіп мен что-то настроение, мазам болмай жатқанын байқадым. Өйткені тұрсам арқам ауырады, тізем ауырады. Еще оны 1 күн қалдырмай ішу керек. Күнде мынандай таблетка. И оған қатар, оған қоса бауырдың, печеньнің дәрісін береді. Ол печеньге көп нагрузка түсіреді екен да. Сөйтіп келе сіздерге айтатыным, ондай нәрсеге жоламаңыздар. Вот осындай шешімге келдім мен. Ішесіз ба? Соңына дейін ішу керек. Немесе негізі ішпеген дұрыс менің ойымша. Өйткені ол денсаулыққа кішкене өзінің әсерін береді екен. Сіздерде де болашақта деп жатырмын да, осыны жаттап менің ойым. Мен өзім тестировать еткен адам. Негізі тамақ дұрыстау керек болсын. Сонымен. Ол үшін, иә, мен видишь, мен қазір дұрыс ұйықтап, дұрыс тамақ ішіп жүретін болсам, мен өте жақсы болады состоянием. Ал, короче, мен организм белгі береді да. Мысалы, мен қазір бетім средний деп бағалаймын өзім. Ал мен қандай уход жағасын десеңіз, маған сестренкам жасап береді. Енді келдік қой, жаңа төреге. Терең кетіп қалдым ба? Кешір. Сестренкам жағып береді. Артыстағыз базар. Сестренкам жағып береді. Көп өзім сестренкам қызығады сондай косметикаға. Солай. Вот неде жазып отыр.
соны мен қандай оқыды дейді. Мимо жауап беріп жатпын ғой. Оны айтайын ба не? Ол жерде бар, короче. В основном негізі корейский ма? Сондай бірдеңе бар. Так, умывашканы атын так мен сол Акникутан ішіп жүрген кезде маған сол дәрігер айтқан умывашканың атын мен өзім сатып алған. Сол кезде есімде қалып кетті. Ларош деп жазылып тұрады. Соны айтқан. Сосын бетке бір майландырып тұратын бір крем айтты. Вот ол да тоже Ларош екен. Бірақ қазір ол емес. Сестренкам жағатыны басқа. Ол витамин С, бірден С деген сияқты. Сондай заттар. Оны бірақ особо не істей бермеймін ше. Шәрте де бермеймін. Оны саямен бар кезде істеймін да, иә? Сол кезде қоясыздар. Мне кажется, жақсы стрим болып жатқан сияқты. Әдемі домашний жауап беріп отыр. Сая көрсетті ғой инстада дейді. Мүмкін сол шығар иә көрсетсе. Соны жағатын шығар. Әли әйелің 2014 болса дейді. Не істейсіз дейді. Мен 2003-пін дейді. Әйелің 2014 жылғы болса дейді. Мен 2003-тен кім айтты? 2013-пін дейді бірақ. Білмеймін. 2014 деген нешеде? 2014-ке келіп бара жатқан. Сая 11-де ғой. 11-дегі қыз қалай үйленеді ол? Шли ол жеті жыл. Шли пока. Сен қанша келдің? 17. 17-ге келген. Жаман киімдерін кеттік времяңды соламыз дейді не өптім да. Бүгін бүйтем ғой бұған. Тамақ ішіп отырдық да. Жаңа айттым ғой. Жаңа айттыңыз да сол. Тамақ ішіп отырдық да, короче, бүйтем дейді. Бәріміз отырдық, короче, насына. Әли, жаман киімдерін кеттік времяңды бұзамыз дейді. Освещение зор болып ма? Иә? Істемесін. Светке дейін алдыртып алғанмын ше саған. Жақсы болды, Зор болып тұр. Уют болып отырсын дейді. Рахмет. Осындай заттарды қой. Европаға барғыңыз келе ме дейді. Әрине. Әрине. Мен негізі мынандай адам екенмін. Аяқ асты бірдеңе істегім келеді да мысалы. Жаңа аяқ асты тұрдым да үйде бүйтіп. Пробкада келе жаттым да машина айдап. Қазір суға түскім келіп кетті. Бірақ орындалмайтын нәрсе да қазір. Сол үшін Резко желание деп қалдым. Сол сияқты Европада барғым келіп қалады кейде жұмыспен шыға алмай қаламын. Шарп өш қой, короче, сізде резко желание. Шашым майланып тұрған сияқты болып тұр мысалы қарашы камера. Хотя стримнің қанша? Стрим 40 минут болып отыр ма? 50 минут бұрын жуылған шаш қой. Су болып тұрғаннан кейін ба қазір негізі? Или свет жанып тұрғаннан кейін ба? Білмеймін, жылтырап тұр ма? Білмеймін. Былай өмірді қарасаң әдемі-ақ тұр. Нормально ма? Не жақта жылтырап тұр да телефонда? Кім май деп жатыр үйге келгендер. Көрінер еді. Так. Сұрақтарды оқи берейін мен. Медленный режимге қойса дейді, оны қалай жасайды екен? Мен басып қойсам жай ауысады екен ғой медленный режим деп мына жақтан, иә? Бәсе болды, бәсе. Мына жай жүріп қалды ғой? Жоқ, оны мен ананы өзгерте алмаймын. Мен как зритель кіріп отырмын ол жерде. Біраздан жаңағы бір сырылдап отырады ғой, білмеймін. Жоқ, басқа біреу қоя алмайды. Значит, өзіңнен қой. Түсінікті. Эфир сақтала ма дейді. Иә, эфир. Телефон қоядым бар еді ғой. Как раз тұр екен ғой, соны қойыңызшы. Осылай тұрса екен ғой жаңағы бері. Иә,
деп қарап отырмын. Чатты қалай да қолдырдым жаңа. Былай қоя. Нет. Намастайсың. Осылай дұрыс қой, полный көрініп тұрады да егендегідей. Негізі бір күн кино көрсек те зор негізі үйде отырып. Так, модератор медленный режимға ауыстырғаны ғой дейді. Все, понял. Модератор, рахмет. Лайк. Раменға тастап кеткен ақша не болды, қайтадан бардың ба дейді. Вот, давайте былай келсек, соны бүгін ғана ойладым. Мен оған баруға уақытым болмады. Так, ертең мен жолға шығып бара жатырмын. Бұйырса ертең күндіз жасайтын жұмыстарым бар. Сол жұмысты мен сіздерге қалдырсам, сіздер өздеріңіз барып көріп кетсеңіздер дұрыс болатын сияқты. Сосын көп создырмай, бұйырса елге қайттан келгеннен кейін аман-есен тағы да бір жақсылық бірге жасайық. Бірақ оны бір күшті бір идеямен жасау керек та. Соған идея болса маған жаза отырыңыздар. Садыр, қалайсың, жалпы астан фанаттарыңды танисың ба дейді. Мен өтірік айтпаймын, менің қатты кішкентай кезімнен ба сондай нем бар. Адамды көрсем ұмытпай қалатыным, түрі өзгеріп кетпесе енді басқа адам болып. Адамды бір көргеннен есіме сақтап қалам да. Маған фотоға түскен адамдарды, фан аккаунттарды мен бәрін жаттап аламын. Фк еткізіп. Скриншот қой, Солай. Фанфик оқып көрсін. Мен соны әлі түсінбедім. Фанфик деген не? Біреу фанфик деді, кеше біреу фанпик деді. Түсінбедім. 60 күн басталды ма дейді. Жоқ, әлі басталған жоқ. 60 күн бұйырса Катардан келгеннен кейін бастаймыз. Негізі альбомның жұмыстары жасалып кетті. Бірақ оны сіздерге көрсеткен жоқ. Кеше мысалы таңғы сағат 6-ға дейін отырып ән жаздық. Әннің жұмыстарын жасадық альбомның деген сияқты ғой. Фанфик деп жазса тиктокқа дейді. Фан встреча жайлы толық айтып берсе дейді. Не советую дейді ғой. Нені? Фанфик деген екен. Жаман нәрсе ме екен? Мен білмеймін. Так, не дейді маған қазір қандай сұрақ қойды? Фан встреча. Фан встреча жайлы ойым. Енді менің ойым айтатын болсам, не айтам? Ол жерде Құдай қалса енді болашақты пландауға болмайды, бірақ кішігірім ойымды айтатын болсам, алдыңғы стримдарда да айтқан болатынмын. Билли Айлиштің жасағаны ұнады маған. Стадионда ортасында бір кровать тұрады, диван тұрады, то есть диванда отырып альбомын 360 адам отырады аренаға. Сіздер отырасыздар 360, сол кезде мен ортасында отырып альбом не жайлы, альбомның концепциясы жайлы, альбом қалай жазылды, мына трек не жайлы, кім қалай түсінді деген сияқты сұрақ жауаптар болады. Және де фотосессия, фотосет дейма қалай айтады. Сол болады, автограф сессия дейді, сондай болады. Тағы не істеуге болады. Мерч зона болады кішігірім. Сондай менің ойымша. Егер де тағы да бір қызықты заттар қосуға болатын болса, мен бәрін оқып отырамын. Бәрін қарап отырамыз. Комментарийларда кім не айтып жатыр. Командадағы адамдар бар. Бәріміз мынау күшті идея екен деп қарап қалып жасаймыз бұйырса. Сол үшін де сіздер ойламаңыздар. Күшті ойларыңыз келіп тұрса, бұл оқымайды, бұлар оқымайды деген сияқты ондай ойларыңыз келмесін. Комментарийға, видеоның астына немесе тиктоктың видеоның астына деген сияқты осылай чатқа, енді чатта енді мына жерде оқу қиын, бірақ менің инстаграмға хат жазсаңыздар мен оқимын. Күшті идеяларыңыз болса. Мен оқып қалам да, тамаша идея жазып.
Так. Түсіңіз түзу ма дейді. What? Әлі де түзулеп жатырмын. Түзулеп жатқан кездегі тағы бір нәрсені айтайын сіздерге. Түсіңіз түзу ма деген айтып жатырмын. Ол да қызық қой. Иә, қызық. Мен айтып жатырмын да адамдарға. Маған осындай элайнер киемін ғой мен тісіме. Менің тісім негізі қисық емес еді. Бірақ менің прикусым дұрыс емес деді да маған. Типа мен дұрыс емес шайнайсың деді да тамақты. Мақұл дедім. Сөйтіп осыны кидім. Мен мынаны 1 жыл киесің деген. Бірақ 1 жыл емес, уже 2-ші жылға кетті. Міне, осындай қазір жағдай. Бұны бірақ әлі де 2-ші жылға әлі қанша ай бар, әлі 1,5 жыл бар. Соны киіп болғаннан кейін көреміз деді. Өзі дұрыс болмаса тағы да киеміз да. Короче, өте жай процесс. Тісті түзілу. Эфир сақтала ма дейді. Негізі алдындағы эфирлер сақталып жүрді. Сол сияқты бұл эфирді сақталу керек. Мен бұл жерде эфирді өшіргеннен кейін сохранить эфир или немесе удалить етіп тастау деген менде жоқ. Ол өзі Twitch өзі солай. Ана жақта настройкадан қалай істеп қоясың, бір рет солай қабылдайды. Так. В Катаре завтра. Давай, ещё в Катаре завтра будет встреча или вас в аэропорту встретить. Я не знаю, как вам удобно, как вы хотите. Мне без разницы. Но мне кажется, мне без разницы, вот как вам удобно. Ағылшынша уровень қандай дейді. Ағылшынша уровень. Мен сөздерді жаттап алғам, бірақ ережені білмеймін. Және менің нем төмен. Ағылшын деңгей. Сім осындай. Мынау менің короче тісімнің элайнер деген түсінбей жатыр екен, сұрақ қойып отыр. Тісімнің сыртында осындай капа болады кәдімгі. Резиновый, пластик. Ол пластик, короче. Бұны мен әр 10 күн сайын 1 апта, қазір 1 апта сайын ауыстырам новыйына. Каждый. Бірақ 1 аптаның уже бұл аптаның соңына келгенде бұл цветін өзгертеді. Қадыр Семейге келіш дейді. Семейге жақында ғана бардым негізі. Семейге. Ертең Twitch-қа кіресіз ба дейді. Мүмкін кіремін, мүмкін кірмеуім де мүмкін. Рахмет. Ертең. Ұрысып қалу болмайды ма әлемен дейді. Давай соны өзің айтып берсең. Ұрысып қалу емес. Ұрысып қалу болғанда үлкен ғой аға менен по-любому. Мен бірақ кішкентай кезде қатты сыйлай бермейтін, мен көп бұзықтық жасайтын кішкентай кезімде ағамды. Короче, сен деп сөйлейтін ем ол кезде. И қаттандай сөздеріне мән бере бермейтін ем, бірақ өсе келе, сіз болып баратырмын ол бұрадан. Өсе келе, уже уақытпен ес келе, короче, оны түсіндім мен. По-любому кішкентай кезімде дұрыс жасамағанымда ол бұзықтықтар. Қазір жоқ. Мен ағам керемет жағын ғой. Бір түсіндіріп айтады. Бір түсіндіріп айтады, соны оғып аласың болды. Так. В каком отеле остановитесь? Где можно встретиться с вами в Катаре? Я, если честно, не знаю на концертах, на корпоративах, на какой отель нас, короче, заселяют. Но вы можете об этом узнать у моего менеджера, концертного директора. Адамдар ұйықтап отыр екен, ұйқысы келіп отыр екен. Сіздердің барлықтан мазайып отыр екен. Домашний болды бірақ. Маған ұнады бүгінгі сіздермен. Өзіме де ұнады. Мен кеше де айттым ғой. Адамдардың осы көңілсіз жүрген кезде кішігірім осындай көңілін көтеріп қойын деген ой менікі.
әйтпесе бұндай мен 24 сағат бүйтіп жүре беретін болсаң өзің күшің де қалмайды. Себебі бұл қатты сөйлеудің бәрі энергия ғой, күлудің өзі көп энергияны алады. Маған қазір барынша жұмысыма салу керек, наоборот, энергияның барлығын. Қайырлы түн дейді, қайырлы түн. Пока біз әлі сәл отырамыз, содан кейін эфирді өшіремін. Несі ертең азанда көріп ал. Иә, азанда эфир сақталады, көріп ала аласыздар. Уже шығасыздар ма дейді. Шығатын секілдіміз, себебі көбісі шығып жатыр эфирден, ұйқысы келіп отыр, себебі көбісі сабаққа барады. Мен оны өзім де білемін. Менің мысалы қарындасым уже ұйықтап жатқан сияқты. Сабаққа барады таңертең. Кино келіп жатыр, барлығы ұйықтап жатыр. Шықпасайшы дейді. Негізі кішкене отырайын тағы да. 51 минут болды, тағы бір 10 минут отырып, 1 сағатқа толтырып өшірейін. Донт осы апта шыға ма дейді. Донттың барлық материалы дайын, клип дайын. Меніңше воскресенье жақсы дата деп ойлаймын. Воскресенье шығарсақ жақсы сияқты, мне кажется. Қалай ойлайсыздар? Воскресенье күні кешке ме ол? Сағат 6-та. Иә, кешкі 7-те 6-та деген сияқты. Астана арена қашан дейді. Алла қаласа, Алла бұйыртып жатса осы жылы деп ойлаймыз. Алла қаласа. 10 адам шықты ғой дейді. Жоқ, азайып жатыр ғой енді, соған айтып жатқаным. Бішкекке қашан дейді. Бішкекке, біз Бішкек қаласына мені қателеспесем осымен көп мәрте шақырулар түсіп жатыр. Бірақ мен алдыңғы стримде де айтқам, бірақ сіз үшін тағы да бір жауап беріп өтсем. Қазір бізге бір қалаға барып жеке концерт қойғаннан гөрі альбомды жарыққа шығарып бұйырса барлық қалаға бірге тур жасап барған дұрысырақ секілді. Себебі сол альбомның қарамағында, сол турдың қарамағында барғанымыз дұрыс па деп шешім қабылдап отырмыз. Және де қандай қалаларға баруға болады. Мысалы, мені алдыңғы жылы Германияға 3 қалаға шақырды. Көбінесе. Содан кейін Америкада концерт қоюға шақырған. Және қай жақтарға? Шетелдерден Әзербайжанға, Өзбекстанға. Соның барлығын бірге басын біріктіріп, бірге жасағанымыз дұрыс деп ойлаймын. Досым клипті қараған болсаңыздар, әнінде артында тұрады World Tour деп. Сол бұйырса Алла қаласа сол күнге бірге жетейік. Чисто по-братски бойы ұзын жігітті қайдан табамыз дейді. Бірақ менің бойым 180 дейді. Білмеймін. Бойыңыз ұзын болса, бойы ұзын баскетболистермен араласасыз ғой деймін. Баскетболистерға барсаңыз, ол бойы ұзын болады ғой деймін. Логически айтып жатқаным ғой. Альбомның әр әніне клип бола ма дейді. Әрине әр әніне клип болуы керек негізі. Және ол бірақ бюджет жағынан көп жетіп кетуі мүмкін. Бірақ оның бәрін командамен ақылдасып, талқылап, қалай жасауға болады, оптимизация жасап, бір шешімге келуіміз керек. Мен сол бүгін сағат 11-де жиналысқа барғым керек еді. Бірде түскі. Мен бірақ ұйықтадым. Себебі таңғы 7-де келдім үйге, мен бірде тұрып баратын физически шамам болмады. Сол бірақ олар өздері жиналып, ақылдасып тастады. Андай закрепить етіп қойыпты. Не ол? Менің инстаграмым ба? Мен инстаграмды сұраған адамдарға прикрепить етіп қойыпты. Бравл Старс ойнашы. Мен ойнай алмаймын ондай ойындарды, шыны керек.
Мен ойнай алмаймын. Еба. Бірақ модерлар бар ма деді. Бар негізі, алдыңғы уақыттарда мен қойғанмын. Түсіңіздің жалғасы шықты ма дейді. Жоқ, өкінішке орай түсімнің жалғасын әлі көрген жоқпын. Миыңызға создаваться етіліп жатқан жар ол әлі. Может шығып қалар. Напьется mesela, напьется mesela, Гитарамен дейді. Менің үйімде өкінішке орай гитара жоқ. Студиямда ол. Үйге тағы бір гитара алып қою керек негізінде. Катарда стрим бола ма дейді. Егер сіздер болсын десеңіздер, лайв стрим болады. Өмірімді түсірсем. Жайлап шыға береміз ау, ұйқысып тұрды, сол сөйтеміз ау деймін. Қазір 30-32 жасыңда үйлену ойға бар ма? Негізі, оның бәрі Алланың қалауымен болатын дүниелер. Біз қанша жастан біз айта алмаймыз ғой. Мен мынандай жаста үйленемін деп. Ол адамды, өзің адамын кездестіруін бәрін білмейсің ғой. Қанша жастан болатынын деген сияқты. Кейбір адамдар бар 50-60-қа дейін үйленбейді да, мысалы шетелде. Солай. Мне кажется, 30 дегенде ерте сияқты үйленеді. Натурада. Қаншада сіздің ойыңызша? Негізі 35 па? Үйлену ма? Білмеймін. Үйленіп дальше демалатын ба сразу деп отырсыз ба? Ол жастығында жұмыс деп. Ақыл тоқтатып, ертең отбасыңды асырауың керек қой мысалы. Ол да бар негізі. Дұрыс ба? Отбасыңды асырайтындай артыңда бір по-любому келген кезде ақшаға келіп тіреледі да дүниелер бар. Сондай хотя бы базовый потребностьтер жабатындай ше, түсіндің? Хотя бы базовый. Сол үшін де ақыл тоқтатып, материальный жағдайыңды укрепить етіп барып үйленген дұрыс деп ойлаймын. Өз ойымен де оны білмеймін. Әркімнің ойы әртүрлі. Қысқасы сізден мен сұрадым ба? Комментарияда сұрадым ба? Сіздің ойыңыз туралы да? Әр адамда өзінің ойы бар ғой. Әркімнің өзінің ойы бар. Мысалы, біреу 25 жасына дейін барлық сондай потребностьтарын жабуы мүмкін да, мысалы. Ертең әйелің болса, бала-шағаң болса, каждыйына ертең болашағын қиналмайтындай типа үй, вот базовый заттар, сондай заттарын ерте жауып тастауы мүмкін. Бір адам 30-да жабуы мүмкін деген сияқты. Ақыл тоқтатып дегендей, оған еще көп мәселелер бар сияқты. Менің ойымша солай. Серьезный вопростар кетеді. Стримнің соңы как всегда солай кетеді. Әйелің 2008 болса қалай қарайсың деп. Почему бы нет? Why not? Причина көріп тұрған жоқпын дейсіз ғой, в общем. 2008 болса сенен жасты болады. Мен жасты болады. Стендофф ойнамаймын. Бірақ ойнағам. Ойнағам қалай? Әлі ойнайтын үйде. Қазір ойнайсың ба? Шутер ғой негізі. Шутер болғанда достарыңмен бірдеңе бар. Алдында бірдеңе ұтып алған едіңдер болсаңдар? Иә, мен андай турнирларда ойнаймын. Мен сол кезде просто кіріп көргенмін. Еще қанша жыл бұрын ол еще? Шутер қызық. Қанша жыл бұрын? 3 жыл өтіп кетті маған, 4 жыл болды ғой еще. 2022-де. Сондай.
Женидің биіне билепсіз ғой көріп жарлық дейді. Қайсы? Қайсыны айтып тұрсыз? Қайсыны айтып жатырсыз? Женидің биін сіз билегенсіз ба? Мен билеген жоқпын. Жени. Біреуге реакция жасау. Саян билегеннен ма или? Соны айтып жатқан шығар может. Көріп жарлық дейді ғой. Ровно 1 сағат отырдық эфирда дейді. Не кажется? Жақсы уақыт. Бүгінгі стрим маған ұнады. Вот. Бізге негізі былай бөлу керек. Аптасына типа бір күндерді арнап мен күнде жоқ, күнде кірем деп айта алмаймын, бірақ мынандай болу керек та, мысалы бір рет осындай чисто әңгіме стрим деген сияқты, бір рет студиядағы жұмыс, мысалы мен білем, студиядағы жұмыс көп адамға қызық емес, себебі түсінбегеннен кейін ол дүние қызық емес болып көрінеді. Бірақ оны керек жандар да бар. Мен мысалы өзім студент кезінде сондай видеолардың бәрін ақтаратынмын. Кім қандай, кімнің студиясында жүр, кім қалай жұмыс жасайды деген сияқты сол видеолардың бәрін қарап отыратынмын. Сол сияқты мен сен 100% сеніме айта аламын, осы стримда да ондай жандар бар. Оларға қызық, қалай не жасалатын, қалай дүние жасалады деген сияқты. Сол себептен ондай стримда керек. Бұйырса 60 күн альбом деген контентті сол идеяны бастайтын болсақ, сол жерде көрсете аламын. Бірақ ол жерде 60 күн мен стримға кіргеніммен сіздерге ол қызық болмауы мүмкін. Қай жағынан? Себебі ол жерде қалай айтсам болады, 10 сағат бір жерде былай отыра бергеннен кейін адамның уже күші де таусылады, әңгіме де қалмайды уже айтатын. Бірақ музыка болып кетеді, тек қана музыка. Солай. Қызық болады дейді. Я, қызық болса да, болмаса да менің ойым жасағым келіп тұр ол затта. Қызық адамдар да бар, мен оны отрицать ете алмаймын. Қызық адамдар да бар, көргісі келетін. Лично өміріңізде қызық қой негізі былай, лайф қылып қарасаң. Иә. Бүгінгі стримда менімен болғаныңызға рахмет сізге, Әли. Рахмет. Мәртебе. Айлыстан 7-де 5, 8, 2, 9, 10 деп кете беремін. Сол қалаған цифраңызды алуға тілектеспін. Қалаған оқуыңызға түсе беріңіз. Бізден қандай көмек болса да қолымыздан келгенше көмектесуге дайынбыз. Солай. Ана жақта не деп отыр? Жібермейсіз бе? Сіз жібермейсіз бе? Әлі ұстап Аман есен барып келіңіз дейді. Мен Құдай қаласа. Әдем бұйырса өсіп қалды. Сен мысалы сан түскің келетін ең күшті универ қандай мысалы? Лондонға түскім келеді негізі. Лондоннан айтса да, Павайо. Иә, Павайоға келеді. Өмір сүрсең де Кім Оксфордқа түсті деді ма кеше, кім біреуді айтты ол танысты? Білмеймін. Сондайға түссең де күшті ғой. Иә. Құдайдың бұйырғаны. Сол. Онда стримнің соңына да келдік. Құрметті көрермендер, сіздерге бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Әрине бұл стрим басындағы әзілдер бәрі әзіл ғой. Бірақ өмірде шынымен осындай нормальный адамдармыз. Бақытты болыңыздар, ауырмаңыздар. Дендеріңіз сау болсын, отбасыларыңызға амандық, дендеріңізге саулық тілеймін. Үйіңіздегі, жаныңыздағы жақын адамдарды құшақтап, бетінен сүйіп қойыңыздар. Қайырлы түн тілеймін барлықтарыңызға. Бізбен бірге болғандарыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау, саламатта болайық. Біз болып, сіз болып, осындай Twitch эфирлер күтпесін. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар. Келесі Жақсы эфирде аман есен төрт көзіміз түгел жүздесе берейік. Аумин. Жақсы. Сау болыңыздар. Bye bye.